Әр адам өміріндегі негізгі бетбұрысты университет қабырғасында бастауы тиіс. Бұл қызылордалық жастар түсірген алғаш толық метражды кинотуындының басты идеясы. Болашақ бридж, яғни болашақтың көпірі деп аталған комедиялы мелодрамада үш достың түрлі қиындықты еңсеріп, межелі жетістікке жету жолы баяндалады. 2 айға созылған түсірілімге 1,2 миллион теңге жұмсалған. Студенттік өмір мен махаббат хикаялары суреттелген фильм әлеуметтік желіде кең таралып жатыр. Фильмде жалпы достық, өмірдегі қиындық пен қызықты сәттер, студенттік өмір, рухани жаңғыру барлығы қамтылған. Жастардың бұрынғы ата-бабаларының соғыс жағдайында бейбіт замандардағы қызықты кезеңдерді қоса алып отырды. Бұл киноның ерекшелігі студенттері, мұғалімдері ойнады, ешқандай актерлар қатысқан жоқ. Оқып жүріп, жақсы білім алып, біліммен қоса қоғамдық жұмыстармен айналысып, мүмкіндік бар екенін көрсету бұл кинода.